Сәлем балақайлар. Қазір біз құрақтарды жинай отырып, жан-жануарларды құрастырамыз. Ал кеттік. Мынау кішкентай баста үлкен көз, одан үлкен ауыз қоям. Ұзын салпаң құлақ содан. Ұзын артқы аяқ, қысқа алдыңғы аяқ қоям. Не шықты? Әрине, қоян. Асықпа, асықпа, жаным асықпа, ғашықпа, жүрегің шын ғашықпа. Сенімің бекерге қиял боп солмайды ма? Асықпа. Ал енді не шығады екен? Қысқа кішкене аяқ, ақ, домалақ қарын, бидайды қосып, кәне көрейік. Бұл борсық. Жаяу жүре білсең, өмір сүре білсең, қадамды алшақ басып ойың самғасын. Көлікке мінбеймін, пойызбен жүрмеймін, ұшақта ұшпасам да аяқ талмасын. Балақай, қарап тұрма босқа. Сен де айт, не болады былай қосса? Шығады екен шошқа. Анда барам дегенің қайда, анда барам дегенің қайда, Париж, Лондон деп едің қайда, қайда екен? Егілмесем езіле бұрша, қара сармыз қолымда болса, армандайтын Европа сонша ай мекен. Ал мына құрақтар неден шыққан? Бас, құлақ, құйрық. Ой, болып шықты тышқан. Қалсаң, ареген алсын, саған халық илансын, саған қолы жете алмай, бәрі қиналсын. Мынау не қорқынышты, бірақ қызық екен. Құрап шығайық толық. Ұзын екен құйрық, сен білесің бе? Бұл егеу құйрық. Мұнда бәрі бірдей кесек. Тұмсық, аяқ, құлақ, дене, тіпті түс те бірдей десек. Білетін шығарсың, әрине бұл күлкілі есек. Сезбесем де сезімімді бәрін арнаймын, бермесен де жауабынды бәрін дарнаймын. Тенеймін бақытымды тек сағынайын, арнаймын барымды саған. Мынандай құрақтар маған ұнайды. Қарашы қандай? Құйрық жалы, тұяғы. Бұл адамның сенімді серігі, жылқының құлыны. Кәне достар, жастар, боз жорғадай күңгірлеген күнде, биле, топырағынан келмей жеткен биле. Боз жорғадай күңгірлеген күйге, озала кел бойжеткен биле. Боз жорғадай күңгірлеген күйге, озала кел бойжеткен биле. Өгейлетті бәнге салып топ-тобымен мында қалдық, билеп жүрген қазақ ұлын біз боламыз бай. Жас батырдың алмасы біз, аса өзен арнасымыз, үш арыстың таңбасымыз, жалғасымыз бай. Икай әні
қандай керемет шабыс. Сен де құлыным, жасай бер алға талпыныс. Бізбен бірге болғаның үшін рахмет. Тілейміз сендерге үлкен табыс. Лайық басуды ұмытпа. Сау болыңдар.